Сәлем, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі влогта мен сіздермен әңгімелесіп отырып видео түсіргім келіп отыр. Менімен бірге болыңыздар, ары қарай көріңіздер. Бірінші мен душтан шықтым, шашым таралмаған әлі. Бірінші мен уход жасап алғым келіп тұр. Бұл қазір қолданатыным тез ісінетін, маған коллагені бар. Уходта тандыртын уходы клеточный ватадан бастаймын. Сосын ары қарай этап-этаппен сывороткасын жағамын, сосын рем жағатын боламын. Таңда менің бетім өзіме ұнап жүр. Бұрыннан ұнап жүрген, негізінде қатты проблема жоқ. Бір ғана не шығып кетті, ол үйто өзі определенно шығатын күндері шығады. Бетіме увлажнение жасап алайық, потом бетімізге макияж жасайтын боламыз. Уходқа тоқтала кететін болсам, уход бізге не үшін керек? Уход бізге уақыт өте келе, біз бала кезде бетіміз күшті, жаңағы бөпенің көтені сияқты күшті мягкий болып тұрады ғой. Потом уақыт өте келе, уже біздің қожамыз ақырындап сыртқы фактордан, ішкі факторлардан ақырын өзінің күштерін азайта бастайды. Неге? Потому что бізде зиянды нәрселер өте көп. Мысалы айта кететін болсам, косметикаға тоқталамын әлі. Ол да жатады негізі. Компьютер, сотка. Көзге бізге қалай әсер бар, қалай кожаға да әсер бар. Күннің сәулесі тоже. Оның барлығына қорғану керек, защита керек үшін бізге, бетімізге. Защита болмаса, сыртқы факторлар кері әсерлері кожамызға әсер етеді. Біз неге очки тағамыз, неге біз линза тағамыз? Потому что защищать ету үшін, мысалы, соткадан неден зиян тимеу үшін, мысалға, көзімізді қорғау үшін. Сол секілді кожаны да защищать ету керек. Сәулесінен, қыстың аязынан, жаздың шанынан деп айтайын ба сіздерге. Сосын мойынға да жағамыз. Жағып отырып, байқадыңыздар ма білмеймін, мен арасында массаж жасап отырмын. Неге? 4 этап обязательно керек деп жатырмын, потому что умывашка да кіреді, тоник да кіреді, сыворотка да кіреді и крем да кіреді. Потому что, мысалы, сіздер тоник, мысалы, очищающий болып келеді. Кожаңыздағы артық қалған шаң тозаңдарды, былайша айтқанда артық бөгде заттарды алып тастап, сүртіп тастайды. Ватный дискімен қолдану керек оны. Сосын сыворотка қолданасыз, чтобы пигмент, морщиналарға өзінің определенный әртүрлі ғой, керектін аласыздар ғой. Сол қолданасыздар. Енді бітті, тоникті да жақтыңыз, сыворотканы да жақтыңыз, бітті. Ары қарай енді бұл сіз жамайсыз ғой. Порада жаңағы жаққан екі затыңызда тұрғанымен, егер де оны зафиксировать етіп крем жақпасаңыз, увлажняющий крем неге жат, мысалы, сұйықтан қоюға қарай етеді, мысалы, крем бізде қою болып келеді. Неге қою? Потому что жаңағы жаққандардың барлығын бетке сіңеді ол. Сол үшін крем жағады. Сосын енді сіңбейді, нетпейді десеңіздер, енді мен көбінесе осы частта жаңағы кремде массаж жасауға тырысамын. Сол кезде жақсы сіңеді менде. Бетім кеп сіңгенше ішін тарап тастайын. Сосын қыздар мынандай ойларыңыз болуы мүмкін, мен боянбаймын ғой, маған уход не үшін керек деген сияқты. Бірақ боянатын қыздарға кеңесім күніне 2 есе уход жасау керек. Себебі косметика өзінікін алады. Ал уход жасайтын адамдар таңертең кешке бір мезгіл жасап отыру керек. Мысалға сіз боянбаймын, маған не үшін керек деп, уход не үшін керек, мен боянбаймын ғой деп нетсеңіз, ол қате ғой. Соны сіздерге айтқым келеді. Мысалға, мен да негізі күнделікті өмірде қатты боянай қоймаймын, бірақ барынша күнделікті уходымды жасауға тырысып отырамын. Сіздерге де соны кеңес беремін. Негізі бұйралайын деп отырмын, бірақ точно білмеймін, бұйралайын ба, бұйраламайын ба. Шашыма да уход жасап болдым. Енді мен керемет специалистпін деп айта алмаймын, бірақ постепенно өйстіп үйреніп жатқаным бар. Уходымды аяқтадым. Макияж жасап бастайық. Қыздар, мен көрініп тұрмын деп ойлаймын. Камераны артқа айналдырып қойым, екен жаңа алдымен түсіргем, качествосы қатты күшті болып тұрған жоқ. Сол үшін артқа қойып түсіріп жатырмын. Басынан түсіргім келген жоқ. Так что осылай жалғаса береді. Кеттік. Ең бірінші ерніме бальзам жағып алайыншы, потому что вечно ернім не болып кетеді.
құрғап кетеді. Кеттік. База жағып аламын. Шашымды істегенше, камераны дұрыстағанша уже бетім сынып қалды. Көріп тұрсыздар ғой, қалай жылтырап тұрған. Бетім күшті болып тұр. Неше қырсыққанда, мен анда видео түсірген кезде қыздар айтады, о, сенің естіп неткен кезде осындай нәрсе шығып қалады, түсінбеймін деп ше. Сосын неге айта береді деп. Оказывается, шынымен екен, мен бүгін план бойынша видео түсіремін деген тұғынмын. И қайдан ғана шыға қалғанын айтамын да. Білем, бірақ ол неше шыққанын. Сол қыздар, неге уход жасадық? Уход жасап, бірақ косметика жақсаңыздар, күшті сынып тұрады. Андай, кейде болады ғой, бетте тесік-тесік болып, пора-пора андай нетіп қалған. Вот, уход жасасаңыздар, олай болмау керек. Еще қыздар ертең заказ беріп қойдым косметикаға. Косметикам келсін. Пока бармен жасап жатыр макияжды. Сосын тағы да влог видео түсіретін боламын жаңа косметикамен. Енді мен керемет визажистпін, оқығанмын деп айта алмаймын. Өйткені мен оқыған жоқпын, білім салған жоқпын. Өзім уақыт өте келе үйренген, опытпен жиналған макияж жасайын деп жатырмын. И сіздермен әңгімелескім келіп тұр. Қашанға күнделікті влогты сала беремін деген ой келді да. Потом уже түсіріп жатқаным ғой. Үндемей қалған ба? Бірдеңке көріп кетесің ба? Бітті сол шыға береді тиктоктан да, инстаграмнан да ше. Қазір андай жақында косметика заказ бергем. Сол қайда шығып кете береді. Неше түрлі косметика, қалай жасау керек, не істеу керек, лайфхактар деп. Қазір сол болып жатыр менде. Тиктокта, инстаграмда. Ал қыздар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің макияжым аяқталды. Маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.